Төле Би ауданы Қым ауылында жаңа спорт кешені ел игілігіне берілді. Демеуші есебінен бой көтерген нысанның ашылу салтанатына зиялы қауым өкілдері мен аймақ тұрғындары жиналды. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Спорт кешенінде жасөспірімдерге арналған жекпе-жек, дзюдо, қазақша күрес пен самбодан арнайы секциялар ашылған. Оған оқушылар мектептен бос уақытында қатыса алады. Үйірмелердің қатарында шахмат пен қол күрес те бар. Халық қалаулыларының сөзінше, заманауи спорт кешенінің бой көтеруі жастардың бос уақытын тиімді өткізуіне сеп болмақ. Былтыр жылдың өзінде бірнеше чемпиондар шықты жастар арасынан. Оның барлығы осы дзюдо күресіне батқан жағдай. Енді бұл жерде негізгі күрестің түрі дзюдо болады. Балалар, қыздар дайындалуға мүмкіншілік жасалатын, жуынатын бөлмелер, әжетханаларына шейін, одан қала берден кейін басқа да секциялық түрлерде өтетін сабақтар үшін бөлмелері бар. Ол жерде шахмат, дойбы, қазақты ұлттық айтқанда спорттың түрлерінде арай дамытуға мүмкіншілік аламыз осы жерде. Бүгінде ауылдың инфрақұрылымы қарқынды дамып келеді. Аймақтың белді кәсіпкерлері тұрғындарға бір қатар әлеуметтік нысанды өз қаражатына салып берген. Айталық, заманауи құрал жабдықтармен жасақталған спорт кешенінің бой көтеруіне мұрындық болған Төре Құрбанов аталған нысаннан чемпиондар тәрбиеленіп шығарына ниетті. Бұл спорт кешені ауылға деген махаббат, сағынышпен туындаған дүние. Өзімізде бала күнімізде осы спортпен баулып өсірді. Осы ауыл барлық құндылықты беріп, қай жерде жүрсек те осы ауылдың намысын биік ұстап жүріп, мақтан тұтатындай ауыл болсын деп әр жерде паш етем. Артта өсіп келе жатқан ұл-қыздарымызға мықты азамат болып өсуіне, елге қызмет жасауына үлкен үлесін қосады деп сенімдемін. Айта кетейік, аталған нысан қоғам қайраткері Мұхит Оралбайұлы Әлінің құрметіне салынды. Іс-шара барысында Мұхит Әлінің көзін көрген зиялы қауым өкілдері мен әріптестері сөз сөйлеп, қайраткердің өнегелі өмір жолы мен елге сіңірген еңбегін еске алды. Шұғла Ғалиқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.